33 елдің үздіктері Астанаға жиналады. Бұнда бірер аптадан кейін бокстан әлем кубогы басталады. Бұл отандық спорт үшін өзіндік тарихи оқиға болмақ. Өйткені еліміз алғаш рет World Boxing ұйымының дүниежүзілік додасын қабылдағалы отыр. Қазірдің өзінде оған 33 елдің құрамалары келетіні белгілі. Байрақты бәсекенің өзі 30 маусымда басталып, 7 шілдеге дейін жалғасады. Жарыс елорда төріндегі жекпе-жек сарайында ұйымдастырылады. Келем деушілерге есік ашық, яғни бокс жанкүйерлері тегін негізде залға кіріп, тартысты кездесулерді өз көздерімен тамашалай алады. 30 маусым күні сағат 1-де ашылу басталады, 2-де жекпе-жектері басталады, және екінші программа кешкі сағат 19:00-де. Екі программа болады бізде күнделікті, сол сағат 2-де и 7-де. Финал 6 шілде күні болады. Сондықтан өте тартысты болады. Жекпе-жек сарайы Жақсылық Шүкемпіров атындағы. Кіру тегін. Әлем кубогына жоспар, біз өз елімізде өтіп жатқаннан кейін біз максимально үлкен айтқан талап қоямыз. Бізге көп алтын алу керек, ұлдар да, қыздар да, сондықтан балаларда үлкен ответственность, айтқанда жауапкершілік үлкен. Ел намысын қорғайтын спортшылардың нақты тізімі айтылмады десе де, әлеуметтік желіде негізгі боксшыларымыздың есімдері жазылған тізім тарап жатыр. Қазақстан бокс федерациясының бас хатшысы Мерей Ақшалов жарыс алдында Астанада ерлер арасында, ал Алматыда әйелдер арасында жаттығу жиыны өтетінін мәлімдеді. Сол жерде кей салмақтар бойынша ішкі іріктеу өтеді, ал негізгі спортшылар анықталып қойғанын алға тартты. Қазір өздеріңіз білесіздер, мұна Таиландта өтті, Таиланд Open турнир және Голландияда жарыс өтті. Осы жарыстың нәтижесі бойынша қазір қаралады. Ал қыздарда 54 және 57 кг салмақта спарринг болады. Осы әлем кубогына отбор осы 18-19 маусым күнде осы спаррингтар қарап, сол екі салмақта принципиалдардың басқа салмақтары ясны. Ұлдардығы қазір осы оқу жаттығу барысында кім жақсы формада жақсы болады, примерно соларды қоямыз.